Таравих намаз неше ракат оқып жатсыздар? 20 ракат. Олар айтады. Жалпы хадисте солай келген, Айша анамыз айтады, пайғамбар 8 ракат қана оқыған. Шынымен хадисте осылай келеді. 8 ракат таравихтан кейін 3 ракат үтір уажib намаз оқитын еді, сонымен бітіріп намаз аяқтайтын еді дейді, Айша анамыз айтады. Пайғамбар 20 ракат оқыды деген дерек жоқ ешқандай. Хадистерді қарасаңыздар, онда ешқандай дерек келмеген. Именно 20 ракат оқыған жайында. А біз неге 20 ракат оқып жатырмыз? Ол қайдан келді бізге? Міне Омар. Өткенде бір бауырым айтып жатыр, бауырым, Омар сонда не сен бидағатшы қылмақшысың ба сонда? Ол Фаруқ қой ол. Ол Фаруқ, әділдіктің өзін қақ жарған адам болған ғой ол. Пайғамбар айтады, менен кейін пайғамбар келмейді. Егер менен кейін пайғамбар келсе, ол Хаттабтың баласы Омар болады деген хадис бар пайғамбарымыз. Екінші хадисінде алейкум сүннати ва сүннати хулафа рашидин дейді пайғамбарымыз. Менің сүннетіме бекем болыңдар. Және менен кейін келетін халифтарым бар, орынбасарларым. Солардың сүннетіне бекем болыңдар дейді. Міне осы 20 ракатты Омар радиаллаху уақытында басталды. Омар айтады, Медине көшесінде қарасам, Рамазан уақытында адамдар бөлініп, біреу көп намаз оқиды, біреу аз намаз оқиды. Жанындағы Убай ибн Кааб үлкен сахабалар болған, солмен кеңессін дейді. Қалай ойлайсыңдар? Осы адамның бәрін мешітке жинасам, біреу көп оқыс келеді, біреу аз оқыс келеді. Бір имамның артында саптап бәрін 20 ракат намазға қойса, қалай ойлайсыңдар деп кеңессіз дейді. Сахабалармен кеңесіп жатыр, қазір таңда бізбен емес. Бәрі бір ауыздан қарап дұрыс, мынау жақсы нәрсе екен, Құранға, хадиске ешқандай қарама-қайшы жоқ жер деп бекітті солар. Бір ауыздан келісті, ғұламалар. Бекітті. Болды, енді пайғамбарымыздың шәкірттері, сахабалары кіргізді ғой осы нәрсені. Енді сен 8 ракаттан шығып алып, сапағыңды сипап, анау соткаңмен шұқылап тұрған сен артықсың ба не? 20 ракат тұрған ақсақалдар біз артықпыз аналардан. Неге? Алла Тағала Құран кәрімде айтады, шаң тозағында жақсылық істедің, оны көресіңдер деп жатыр. Ертең ақыретте олар өкінеді сол сыртқа тұрғанына. Олар ғана ақылды екенде, 8 ракаттан кейін шығып кетеді, қалған адамдардың бәрі ақымақ мына жерде. Адасып жатыр бәрі. 20 ракатқа шейін соңына шейін тұрып. Біздің уақытымыз көп екен. Аяғымыз ауырып тұрады екенбіз мына жерде, қаридың артында. Біз ақымақпыз, олар ақылды да мына жерде тұрып алып. Және осы нәрсені кіргізіп кеткен бұл сахабалар екен. Омар істеп тұр бұл нәрсені. Міне жұма күні Алла қаласа, ертең Құдай қаласа жұма мұбарак болсын, бүгін асырдан кейін уақыт кірді ғой. Неше мәрте азан айтылып жатыр мына жерде? 2 мәрте. Пайғамбар уақытында 1 мәрте азан айтылған. Неге 2 мәрте айтылды? Бұл қайдан кірді бізге? Осман. Сол бидағат шықпа не? Жаңа бауырларымның тілмен айтқан кезде Осман кіргізді осы нәрсені. Сахаба ол үлкен. Ол пайғамбарымыздың не? 2 қызын алған үлкен ұлы сахаба.